Қайырлы күн баршаңызға. Өте дәмді түрік халқының тәттісі шекерпария дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 350 грамм ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оған 10 грамм қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. «130 грамм сары майымызды ірі күштен өткізіп аламыз. Міндетті түрде ұнға аунатып аламыз. Және де майымыз тоңазытқыштан, яғни холодильниктен шыққан болу қажет. Сол кезде үккіштен өте оңай өтеді. Осылай жақсылап бәрін өткізіп алған соң, қолымызбен бір келкі болғанша үгітеміз. Қамырымыз дайын болды. 100 грамм сахарная пудрамызды қосамыз, 35 грамм манная крупамызды қосамыз, жақсылап бәрін араластырып аламыз. Араластырған соң ортасын ашып, 40 грамм сұйық май қосамыз. Міндетті түрде 40 грамм болу қажет. Және 2 жұмыртқа қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Басында сәл қолымызға жабысуы мүмкін, артынан жабыспай кетеді. Осылай жақсылап қамыр илейміз. Иленген қамырымызды орап, тоңазытқышқа, яғни холодильникқа 35-40 минут салып қоямыз. 35 минутымыз өтті. Ыдысымызды майлап, қамырымызды осындай кішірек бөліктерге бөліп, дөңгелек қылып аламыз. Дөңгелеткен соң міндетті түрде сәл басып, жалпитамыз. Бәрін салып алдық. Енді бізге осындай арахис қажет болады. Сіздер өздеріңіздің қалаған жаңғақ дәнектеріңізді пайдалансаңыздар болады. Дайын болды. Алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Артылған қамырымызды келесі формамызға салып, тізіп аламыз. Бұны да 180 градуста қызып тұрған духовкада 20 минут пісіріп аламыз. Оған дейін сироп дайындаймыз. 400 грамм суымызды ыдысымызға құйып, отқа қоямыз. Оған 400 грамм құмшекер қосамыз. Және жарты лимон қосамыз. Араластырмаймыз. Қантымыз толық еріп, қайнап бастаған кезде ғана араластырамыз. Араластырып алып, тағы да 3 минуттай қайнатамыз. Сиропымыз дайын болды. Шекерпариямыз да пісті. Осылай жақсылап ыстық күйінде құйып шығамыз. Әрбір шекерпарияның үстінен міндетті түрде құйыңыздар. Сол кезде өте әдемі, жұмсақ, керемет болып шығады. Осылай толық суығанша қойып қоямыз. 3 сағатқа қойсаңыздар өте әдемі болып шығады. Келесі шекерпариямыздың да үстінен осылай құйып шығамыз. Міндетті түрде ыстықтай құйғандарыңыз абзал. Бұл шекерпарияның үстінен мен ұсақталған фисташка сеуіп шықтым. Дайын болған шекерпарияны ортасынан бөліп көрсетейін. Шекерпариямыз өте әдемі, жұмсақ, ауызда ерейтіндей болып шықты. Дайындап көруге кеңес беремін. Бұл сіздердің жақындарыңызға міндетті түрде ұнайды. Өте әдемі, өте жақсы рецепт, бір жасағаннан шығатын рецепт. Менің каналымда бұдан да басқа әдемі тәттілердің рецепттері бар. Кіріп көрсеңіздер болады.